Өзбектің Чикатилосы деп аталған бұл қанішер небәрі 4 айда 10 әйелді айуандықпен өлтірген. Аты жөні Бахтиер Матякубов. Қылмыстарының бәрі бір сарында, құрбандарын 20-30 рет пышақтап, мәйітін зорлайтын болған. Сондай-ақ марқұмдардың сақина, сырға және ұялы телефон секілді бағалы заттарын қолды қылатын. Ал қылмыстарының географиясы ауқымды. Өзбекстан, Ресей және Украина. Ал айуандықтарының себебін білгенде төбе шашыңыз тік тұрады. Бұл жайлы видео соңында айтамын. Сонымен бірінші қылмысын 2015 жылдың 1 қаңтарында Мәскеуде жасайды. Матякубов туысының көлігін алып, такси қызметімен айналысатын. Оқиға күні көлігіне 36 жастағы келіншек отырады. Жолаушысының қысқа киінгені Матякубовтың шамына тиіп, ызаға булыққан. Сөйтіп келіншекті қала сыртына алып кетіп, 10 шақты рет пышақтайды. Ал зорланған мәйітін арыққа лақтырып жіберген. Келесі күні, яғни 2 қаңтарда ол Ташкентке ұшып кетеді. Қалаға келген бойда ол дәріханаға шабуыл жасаған. Сатушы қызды өлтіріп, мәйітін зорлайды. Сосын 6 күннен кейін, яғни 8 қаңтарда ательеге баса көктеп кіріп, тігінші әйелді пышақтап, мәйітіне азғындық жасайды. Сөйтіп Ташкенттен туған жері Самарқандқа жол тартқан. Шамамен 6 сағатта қалаға жеткен соң, тағы бір келіншектің түбіне жетті. Бұл жолы қылмысы сорақы. Пышақтау және зорлаудан бөлек құрбанның басын кесіп кетеді. Сөйтіп 25 күнде қара шаңырағында демалып, 3 наурызда Украинаға жол тартқан. Осылайша Киевте 4 мен 6 наурыз аралығында 47 мен 77 жастағы әйелдерді өлтіреді. Құрбандарының бойынан кем дегенде 20 пышақ жарақаты табылған. Әдеттегідей зорланған және телефон, сырға секілді бағалы заттары қолды болған. Араға 8 күн салып, 14 наурызда 52 жастағы әйелге шабуыл жасайды. Бірақ бұл жолы құрбаны осал болмай шықты. Яғни жаны ұшыра айқайлап қарсылық көрсетеді. Тіпті алысады. 4 рет пышақтаса да, әйел кісі тайсалмай өмір үшін күрескен екен. Шамасы жетпесін түсінген қанішер оқиға орнынан тайып тұрады. Сөйтіп дереу Ресейге қарай жол тартқан. Осылайша 17 наурыз бен 9 сәуір аралығында Мәскеуде тағы 4 келіншекті айуандықпен өлтіреді. 11 сәуірде қайтадан Украинаға оралып, Киевтегі құрылыс нысандарының біріне жұмысқа орналасқан. Бірақ 15 сәуірде жергілікті сақшылар оны құрықтайды. Анықталғандай, ол украиндық құрбандардың бірінің ұялы телефонын ұстап жүрген екен. Яғни сим картасын ауыстырса, ешкім табылмайды деп ойлапты. Украиндық сот оны өмір бойына бас бостандығынан айырып, 2017 жылы Ресейге тапсырады. Тергеу барысында анықталғандай, Матякубовтың қанішерге айналуына сүйіктісі кінәлі болып шықты. Ең алғашқы қылмыс жасаған күні ол сүйіктісін басқа еркекпен ұстап алыпты. Содан бастап әйелдерден көңілі қалып, нәзік жандылардың бәрін жезөкше санайтын. Қанішердің пікірінше, ол осылай жер бетін сайқалдардан тазалап жүрген. Ресейлік сот барысы 2 жылға созылып, 2019 жылы 46 жастағы Бахтиер Матякубов 2 рет өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Ол абақтыда ислам дінінен шығып, православие дінін қабылдайды. Қазір 52 жаста. Деректерге сүйенсек, әйгілі Аққу түрмесінде жазасын өтеп жатыр. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.